алдыңғы өткен ислам тарихында бір оқиға болған екен, бір патшаның баласын ұстазға апарып береді деген да, патша. Ұстазға апарып береді деген да, ілім үйрету үшін ұстазға береді. Дұрыс па? Сол ұстаздың сабағын алып жүрген жаңа патшаның баласы үнемі өзінің әкесінің патша болғанынан жаңағы сәл өзін жоғары санайды екен, басқа балаларға қарағанда. Сөйтіп бір күні сабаққа дайындалмай барыпты. Дайындалмай барғаннан кейін ұстазы ренжіпті. Бір рет дайындалмай барып, екі рет дайындалмай, үшінші рет дайындалмай барғанда ұстазы жаңағыдай баланы қатты ұрсыпты да. Егер де тағы да сабаққа дайындалмай келетін болсаң, әкеңмен қосып ұрам депті. Әкесі патша ғой. Сонымен анау деп қап, жаңа бала, кішкентай бала болса да, жаңағы ұстаздың сөзін жаңағыдай көтере алмай ренжіп кетіп қапты жаңағы. Жатып оқып атқан жерінен. Үйіне кетіп қапты. Менің әкем тұрмақшың ма, менің әкем патша деп жаңағыдай. Бұл оқиғаны жазып отқан сол жаңағыдай жас бала. Жаңа патшаның баласы жазып отыр осы оқиғанда. Өз кейін дәуегенде жазып отыр да. Не үшін десе, ұрпаққа бір пайда болсын деп та. Келе жатқан мына мұсылман үмметіне бір пайда қалар деген мақсатта жазған екен да. Сөйтіп үйіне барып жаңа жас бала. Сонымен кешке патша жұмысынан келсе, баласы үйінде екен. Балам, неге келіп қалдың десе, әке мен мұғалім ұрды депті. Неге ұрды? Бір сабақ дайындалмай қойған ем. Ұрғаны бұлай тұрсын, әкеңмен қосып ұрам деп айтты деп. Бала ғой енді. Сонымен жаңа патша да ақылды кісі болған. Жарайды, ертең барамыз деп, ертесіне баласын жетектеп, ұстаздың алдына келеді. Ұстаз жаңағы баласын жетектеп келе жатқан патшаны көргенде жаңағыдай ойланып қалады ғой. Әбігерге түсіп қалады ғой. Сонымен патша ассалаумағалейкум, қан ием деп амандасыпты. Ана бала енді көрапасын көресің деп жаңа ойланып тұр екен жаңа жас бала. Сонымен баласын айтты, бара бер, бар, сабаққа бара бер, кіре бер классына деп жаңа. Оқу орнына кіре бер деп жіберіпті да. Сөйтіп ұстазбен жеке қалып, кеше балам үйге келген екен, осындай деп, әкеңмен қосып ұрам деп осындай сөздер айтқан екенсіздер десе, енді ана ұстаз сәл әбігерге түсіп, енді қанием, енді бала тәрбиелі оңай емес қой енді деп жаңағы сасқалақтап қапты. Сөйтсе, патша айтты, ақылды кісі ғой. Енді сол ісіңді істе депті. Өткен сен қазір сол ісіңді істемесең, бұдан кейін ол саған бойсынбайды. Қазір мен кірем, сол айтқаныңды істе. Патша не үшін уайымдап отыр? Ана ұрпақ, патшаның баласы анау. Ертең ол, бұл дүниеде ол эгоист болса, ертең қияметте ол патша жауап береді да ол баласының. Ертең қияметте оның сұрақ жауабы болады. Бұны сондай тақуа адамдар өткен. Сөйтті да кірді дейді әкем. Жаңа бала жазып отыр ғой. Сонымен мен жаңа бәрінен сабақ сұрап келатыр. Менен де артымда әкем отыр, қорқпай отырмын. Сабақты сұраған еді. Сабаққа дайындалмадым деп айтқан ем. Шыбығын алды да, шыбығы болғаны ғой кезде. Шыбығымен жаңа әкемнің артынан тартып жіберді дейді. Сол кезде зәрем ұшып кетті дейді да жаңа бала. Сол кезде мен білдім дейді, ұстаздың патшаны да ұралады екен ғой, ұстаз деген ұлы тұлға екен ғой деп, сол кезде мойындап, содан кейін барып сол жерде ілім алып, үлкен ғалым болған екен да сол бала. Сол бала. А біздер сол баламыздың сондай ұстаздардың, тәрбиелеп атқан ұстаздардың еңбегін бағаламаймыз ғой біз. Эгоизмге үйретеміз баламыз жаңағы. Ұстаз саған ұрсуға міндетті. Қалай ұрыспай оны тәрбиелей алды. Сен өзің балаңмен 1 сағат отырамайсың. Ол сенің балаңмен 5 сағат отырады. Жұмыс істейді. Сол үшін де біздер жаңағыдегі балдарымыз ертең ілімді болсын десе, балдарымыз ертең қоғамға пайдалы бір ұлы тұлға болсын десек, ұстаздарды құрметтеуді үйретуіміз керек оларға, санасына үйретуіміз керек.